Қартаю табиғи процесс, және ол өміріңіздің тамаша бөлігі бола алады. Алайда теріде пайда болатын әжімдер, дақтар мен терінің салбырауына барлығы бірдей жайбарақат қарап отыра алмайды. Әрине, мұның барлығынан ешкімде құтыла алмайды. Алайда нашар экология, стресс пен өмірдің көптеген жағымсыз жайттері терінің қартаюына әкеп соғады. Егер де өз ас мәзіріңізге дұрыс азық-түліктерді енгізетін болсаңыз, терінің қартаюын бәсеңдетуге болады. Сіз бәлкім өзіңіздің құрдастарыңыз немесе таныстарыңыз өз жасынан едәуір көрінетінін байқаған шығарсыз. Көбісі мұны генетикаға байланысты дейді, бірақ 90% дұрыс тамақтану мен дұрыс азық-түліктерді таңдауға байланысты болмақ. Осы шығарылымда жас терінің құпиясы 5 қолжетімді азық-түлікте екенін білетін боласыздар. Бұларды өз ас мәзіріңізге қосыңыз. Сонда теріңіздің қалай жасарғанын және жақсарғанын да байқайтын боласыздар. Зерттеулердің қорытындысы бойынша, қартаюға қарсы тамақтанудың басты бөлігіне жеміс-жидектер мен көкөністер кіретіні дәлелденген. Алайда жыл бойы бұл жемістерді барлығының да қалтасы көтере бермейтіні анық. Бірақ біз ұсынатын өнімдер бәлкім сіздің тоңазытқышыңызда тұрған болар. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Апельсин және тағы да басқа цитрусты жеміс-жидектер. Кішкентай ғана бір апельсиннің 85%-ын С витамині құрайды. Бәріңіз білетіндей, С витамині салқын тиюмен тиімді күреседі. Ал теріге бұның қандай пайдасы бар? Витамин С антиоксидант болып табылады. Демек, бұл дегеніміз оның құрамында терінің сұлулығына әсер ететін құрамы бар деген сөз. Егер әр күні апельсин шырынын немесе смузи ішетін болсаңыз, сіздің денеңізде мынадай өзгерістер орын алады. Теріңіз коллагеннің бөлінуінің арқасында барынша тартылады. Пигментация, яғни дақ азаяды. Кіші әжімдер кете бастайды. Бұның құпиясы С витамині терінің жас көрінуіне әсер ететін Е витаминінің жақсы жұмыс істеуіне ықпал етеді. Теріңіз ағара және жылтырай бастайды. Егер тағы да басқа бет терісіне процедуралар жасаған болсаңыз, С витаминін қолдану арқылы теріні тез жазуға болады. Сонымен апельсинді жиі жеуге тырысыңыз. Сонымен қатар лимон мен шай ішіңіз. Сонда сіздің теріңіз тазарып жасара түседі. Күнбағыс дәндері, яғни семечки. Бұл кішкентай күнбағыс дәндерінің құрамында В1 витамині, марганец, фосфор, магний, селен, В6 витамині, витамин Е секілді пайдалы нәрселер өте көп кездеседі. Ең бастысы Е витамині терінің қартаюына қарсы өте жақсы витамин болып табылады. Бұл терінің шырыштық қабаты мен сыртқы қабатын жарақаттардан қорғап, радикалды нәрселерге қарсы тұруына ықпал етпек. 30 грамм күнбағыс дәмінің құрамында 11 грамм Е витамині бар. Бұл тәуліктік норма үшін әбден жеткілікті. Күнбағыс дәндері аса қымбат емес. Сонысына қарамастан теріңіз үшін өте пайдалы. Сәбіз қымбат тұрмайды, әрі кез келген жерден оңай табылады. Оны қояндар аса жақсы көреді. Бәлкім, соның арқасында олар аса сүйкімді, әрі қай жаста да болсын терісі салбырамайды. Сәбіздің құрамында бета-каротин бар. Бұл теріні жасартып қатайтады. Клеткалардың алмасу процесін қалыпқа келдіріп, терінің жасаруына тікелей ықпал етеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, қажетті мөлшердегі бета-каротин күннен күйуден сақтайды. Бета-каротині бар түрлі қымбат препараттарды қазіргі күні кез келген дәріханадан оңай таба аласыз. Бірақ қарапайым әрі пайдалы сәбіз тұрғанда бұған ақша шығындап қайтесіз. Күніне 1-2 сәбіз жеу теріңіздің жасаруы мен нығаюына өте жақсы әсер береді. Сәбізден салат, шырынды жасауға болады. Жұмыртқа ерекше өнім. Бұл
организмде оңай қорытылатын өнім болып табылады. Оның құрамында белоктың үлкен мөлшері бар, ал белок коллаген болып табылады. Бұл теріні бабында ұстауға мүмкіндік беретін аса пайдалы өнім. Бір жұмыртқаның құрамында А, Д, Е, ПП, Б витаминдері өте көп. Бета-каротин, амино қышқылдар мен минералдар да бар. Бұның барлығы әжіммен күресуге мүмкіндік береді. Ал сонымен күніне 2 жұмыртқаны жеу терінің жұмысына өте жақсы көмектесетіні біле жүргейсіздер. Қарақат. Қарақаттың құрамында полифенолдардың мөлшері өте көп. Зерттеулердің нәтижесі бойынша полифенолдар теріні ультрасәулелерден қорғап, ісінуге қарсы тұрып, теріні жасартады. Әрине, қарақатты 12 ай бойы жеуге әрбір адамның қалтасы көтере бермейді. Алайда жаз мезгілінде бұл пайдалы өнімді барынша тұтынып қалған жөн. Енді сіз қарақаттың тек қана дәмді емес, сонымен қатар жасартатын қасиеті бар екенін білетін боласыз. Достар, осымен біздің шығарылым тәмам. Алдағы уақытта арықтауға және безеуден құтылуға көмектесетін азық-түліктер жайлы жаңа видеоларды шығаратын боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.